Бәріңе сәлем достар, сіздер сұрадыңыздар келесі компьютерлік клубқа қашан шолу болады деп, мінекей біз кезекті компьютерлік клубқа келдік. Дәл қазір біз Алматы қаласы Абай көшесі 164-6 мекен жайында тұрмыз, және бұл Қару Кибер лаунжы. Орналасқан жері өте ыңғайлы. Оң жақта терракота тұрғын үй кешені, мына жақта Сайрам метро бекеті бар, мына жақта АДК сауда кешені. Жалпы видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздер үшін арналған сыйлығымыз бар. Көп сөйлемей видеоны бастайық. Достарыңды шақыру арқылы 1xbet компаниясынан құнды сыйлықтарды ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алма. Ол үшін бекітілген комментарийдегі сілтемемен кіріп, Telegram арқылы авторизация жасау керек. Әрбір шақырылған досың үшін саған бір билет беріледі. Оны ашқан кезде PlayStation 5, iPhone 15 Pro, AirPods Max сияқты құнды сыйлықтардың карталары немесе 200 000 теңгеге дейін фрибет түседі. Неғұрлым достарыңды көп шақырасың, соғұрлым сенің жеңіске деген мүмкіндігің артады. Барлықтарыңа сәттілік, сілтеме комментарийде. Ғимаратқа кіре салып, бізде оң жақта стандарт бөлме орналасқан. Стандарт бөлмеде жалпы 30 компьютер бар. Мұнда процессор Core i5 12-ші поколение, азу 16 гига, видеокарта Asus RTX 4060 орналасқан. Және периферияларға келетін болсақ, бірінші кезекте көзге түсетін ол ойын креслосы. Бұл жерде Andesit компаниясынікі, Kaiser деп аталады. Екеуі де бірдей, бірақ біреуі Fnatic командасына арналған лимитті сондай ойын креслосы. Соған қарағанда енді бұл клубтың мүмкін бастығы Fnatic командасының фанаты шығар, бірақ қазіргі таңда Fnatic Counter-Strike 2-ден ғыл. Отырған кезде бірінші не көреміз біз? Сол компьютерлік клубтың логотипімен, енді салфетка, клавиатура, мышканы сүртуге арналған. Келесі кезекте бізде ол құлаққап, ең танымал құлаққаптардың бірі, ең ыңғайлы, жалпы айтқанда кезінде менде де болған бұндай құлаққап, HyperX Cloud 2, негізі өте көп киберспортсмендер, жалпы осы стримерлер дәл осы құлаққапты мақтайды. Клавиатурада сол HyperX компаниясынан HyperX Alloy Origins деп аталады. Коврик бұл жерде де HyperX компаниясыныкі, ал мышка бізде Zowie EC1. Және соңында мониторға келетін болсақ, бұл Asus компаниясыныкі, диагональ 27 және экранның жиілігі 280 Гц. Және әдеттегідей осы әр румның, әр бөлменің компьютерлері орташа FPS қанша көрсететінін бірге тексеретін боламыз. Карта из мастерскойдан мынандай Counter-Strike 2 FPS benchmark деп аталатын карта бар. Соның ішіне кіреміз, сол карта өзі бізге есептеп беретін болады. Және стандарт румдағы бізде компьютер орташа FPS міне 248-де 6-ны көрсетіп жатыр. Бұл бізде жоғары настройкамен, міне барлығын көрсеңіздер болады. Еш нәрсе өзгерткен жоқпыз. Высокий настройкамен осындай FPS-ті көрсетіп жатыр. Қалай сендерге? Ал бұл стандарт румның бағасы қанша десеңіздер, мінекей экранда прайс лист бар, сол жақтан толық таныса аласыздар. Ал біз келесі бөлмеге кеттік. Келесі бөлме ол бізде PlayStation 5. Бұл жерде 4 PlayStation 5 орналасқан, монитордың диагоналі екеуі 70, екеуі 72 дюймді құрайды. Ертең поездға төбелескен кезде примерно шапқат осылай отады ғой, бел алды. Не үшін кибер лаунж деп аталады? Өйткені бұл жерде компьютер ойнайсың және одан бөлек тамақтанғың келсе, дәл осы жерде отырып тапсырыстай бере берсең болады. Ал енді асханасына, тамақтарына баға беріп көрейік. Мен Альфредо пастасына және мына жақтан сушидан Калифорния или Калифорния. В общем, Puerto-Rico'дағы қызға бас кетеді. Puerto-Rico'дағы қызға бас кетеді. Ал бисмилля.
Жалпы достар, бұрыннан бері бір затты жасағым келіп жүр. Өздеріңіз білетіндей, осы жылдың соңында Counter-Strike 2 ойыннан Қытай мемлекетінде мейджор өтеді. Соның финалы 15 желтоқсанға жоспарланған. Сол финалды подписчиктермен бірге, өздеріңізбен бірге дәл осы Қару Кибер лаунжында бірге қарасақ. Екі үлкен проектор бар, тамақ барлығы бар, отыратын жерлерді жеткілікті. Бұл жерде ең маңыздысы сіздерге байланысты болып тұр. Егер Алматы қаласынан болсаңыздар, келемін деушілер болса, не үшін бұны жасамасқа? Және сол келгендердің арасында мүмкін бірге бір турнир ұйымдастырып, ақшалай сыйлық ойнатып жібереміз, тағысын тағы керемет атмосфера болады деген енді менде сондай ойым бар. Жалпы нақты ақпарат әлі жоқ. Енді келем деушілер өте көп болатын болса, алдағы уақытта нақты ақпаратты Telegram арнаға салатын боламыз. Оның сілтемесі осы видеоның сипаттамасында. Жалпы тамақтары күштеген, жып-жылды қылып әкеп берді. Егер 10 балдық шкаламен айтатын болсам, оның 9 балл. Бұл жерде асханадан бөлек фастфуд жесеңіздер болады. Енді өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты, одан бөлек бар және қорлатам десеңіздер, ол да бар. Қарынды тойдырып алдық, енді келесі 1, 2, 3, 4 буткемп бөлмеге шолу жасайық. Әр буткемп бөлмеде 5 компьютерден орналасқан, демек 4 бөлмеде 20 компьютер бар. Бұл жерде ойын креслосы Asus компаниясыныңкі CL300S деп аталады. Жалпы ыңғайлы, орташа, размер орташа кез келген енді денеге сәйкес келеді. Енді майгөтендерді білмеймін, қалай сиятын, симайтынын. Бұл жерде де гигиеналық сол салфетка, қолды сүртуге, тінтуірді, клавиатураны, тағысын тағы. Бұл жерде тінтуір бізде Logitech G Pro Superlight 2-ші версиясы орналасқан. Коврик, дәл сол стандарт румдағы секілді, HyperX-тікі әрмен қарай құлаққап. Қазіргі таңдағы өте көп ойыншылар, стримерлер қолданатын Logitech G Pro X 1-ші версиясы орналасқан. Одан кейін клавиатура бізде Varmilo гипсофила деп аталады. Осындай ақ көк түсті, дауысы өте жағымды құлаққа. Естілді деген ойдамын. Мониторға келетін болсақ 24,5 дюйм, IPS матрица, 380 Гц, Asus-тікі, және ол кронштейнге орналасқан. Осындай кронштейнға жете алмай жүргеніме біраз болды. Менің мониторының арты сәйкес келмейді. Жалпы өте ыңғайлы зат мониторға. Сервиске келетін болсақ, бұл жерде ойындарды, кез келген ойынды ойнасаңдар болады. Одан бөлек қарындарың ашса, осы ғимараттағы сатылатын заттарды дәл осы компьютерде отырып тапсырыс берсеңіздер болады. Немесе тікелей оператормен сөйлесіп, тапсырыс беретін болсаңыздар, осындай батырма бар, және дәл осы батырма бүкіл бөлмеде орналасқан. Және әдеттегіде енді осы буткемп румдағы біз орташа FPS көрсеткішін тексеретін боламыз. Так, буткемп бөлмедегі компьютер орташа FPS Counter-Strike 2-де қанша көрсетеді? 3, 2, 1 және 301-де 2 орташа FPS көрсеткіші. Бұл жерде де бізде настройканың барлығы высокийда тұр. Сол стандарт румдағы секілді тексердік және 300-ден аса FPS-ті көрсетті. Компьютерлік клубтың ішінде магазин бар ғой, прикинь, электротехникаларды сататын. Өздеріңе не керек? PlayStation 5, iPhone, компьютерлік перифериялар тағысын тағы осы жерден тапсырыс берсеңдер болады. Енді компьютерлік клубқа сұранған кезде, немесе барған кезде енді ойланбайсыңдар, дайсың келесіңдер, тапсырыс бересіңдер, аласыңдар, әйелдеріңе бересіңдер, болды. Сенің де құлағың тыныш, оның да құлағы тыныш. Және ең сүйікті менің жақсы көретін бөлмеме кеттік.
Ассалам алейкум. Не комната бұл, не бөлме? Біздің студия, стрим бөлме деп айтсақ та болады. Енді сіздерге таныстырып кетсем, мынау біздің стрим зонамыз. Жалпы адамдарға қалай болу керек, жалпы компьютер, енді мына жерде ең мықты деген процессор, компьютер, бұл жерде Core i9, 13-ші буыны, 14-ші буынын алмадық, себебі ол жақта проблема бар деді. Одан кейін өзі кастомный, осындай дизайнда, ақты. Одан кейін Asus'тың ойынған екі мониторы, біреуі 27 дюйм, біреуі 24.5 дюйм. Одан кейін мынандай неде бар. Ең маған осы күн клавиатура көргендердің ішінде ең ұнаған осы. Білмеймін әйтеуір. Механикалық, одан кейін мына жерде дисплей. Ауа райы көрсетіле ма? Не көрсетіледі? Көрсете береді ғой, şimdi не бағанағы. Өзім де әлі түсінген жоқпын, не көрсетеді. Мына жерде мен түсінгенім, клавиатураның жарық несін төмендетесің, көбейтесің. Иә, ол солысына. Бір-екі нәрселер бар, әлі вникать еткен жоқпыз. Шұқылап көру керек қалай? Иә. Мынау компьютер қараңдар, менің үйімде компьютерге ұқсайды, корпусы да сәл келеді, аппақ стильде, бірақ менікі видеокартам қара, ағы табылған жоқ, енді күте алмадым. Сразу жинап тастаған едім. Жалпы менің арманымдағы рабочий место ғой, былайша айтқанда. Кронштейн, 2 монитор, үйдегідей Logitech екінші версиясы ғой, Bluetooth-пен жасайтын. Ойын креслосы. Мынау не картиналар? Мынау біздің Қазақстандағы ең белгілі Жанғазы Сейдахметтің этнодизайнердің картинкалары. Әрқайсының бағасы қанша деп ойлайсың? 20 мың теңге. Әрқайсысы 200 мыңнан тұрады. Жалпы мынау 3 картинка 600 теңге. 200 мыңға? Мынау? Мен салып берем мұны 200 мыңға. Жарайды, мынау сәл қиындау дейікші, мынау қарсы? Бұл енді заманауи абстракты дизайнда бұрынғы біздің ой-өрнек, бұрынғы мәдениетіміздің заманауи түрде сәл икемделіп жасалған түр болғаннан кейін, және белгілі дизайнер болғаннан кейін, оның үстіне ол кісінің жұмыстары өте үлкен бағаланады. Келесі, мына жақ. Бұл жақ бізде PlayStation зона. Енді өздеріңіз көріп тұрған Logitech-тің рулі, астында педалі, одан кейін PlayStation-ға арналған, жалпы осы жерде PlayStation-ға арналған зона. Түсінікті. Мына жер? Мына жер біздің iMac, Apple жұмысқа арналған зона десек те болады. Ең жақсысы, мына жерде 3 столдың да, 3 столдың бағаларын айтпақпын ғой. Мына столдар 315 мыңнан тұрады. Айтпақшы, Мына столдың құдіреті мынандай. Міне, осы үстел өте керек зат маған. Мысалы, комментатор болып отқанда, бір күнде 8, ең кемі 8 сағаттан отырасың, отырып жүргіздің басында бір 2-3 сағат. Шаршадың, тұрдың, белің ауырмас үшін осылай көтеріп тастайсың, мониторың көздің алдында, комментировать етіп отыра бересің. Және бұл столдың бір жақсысы, астында тек қана бір-ақ кабель шығып тұр. Ма? Себебі бүкіл кабельдер мынандай кабель менеджмент астына жабыстырып тасталған, сондықтан да көрінбейді. Жалпы жинақы, минимализм соның арқасында. Былайша айтқанда таза Инстаграмға түсірілетін качественный фонға арналған студия ғой. Жалпы бұл студия мына жердегі магазиндегі товарларды сатып алушылар көргісі келсе, көргісі келсе, практикалық тұрғыдан келеді, отырады, көреді, көз жеткізеді, алады. Жалпы енді мына бөлмені енді сол контент үшін жасап отыр ғой, бір жағынан аудитория қолданысы деп. Қазір кеткен шығын 5 миллион 200 мың болып тұр, дәл бүгінгі шығыны. Именно техника ғана omnалы. Одан кейін мына стеллажды толтыру керек. Енді бұл жер әлі көріп тұрғанда мусор болып отыр. Мен YouTube арнамда жақында 100 мыңға жеткізем. Айтпақшы, менің YouTube арнам жақында 100 мыңға жетеді. Күміс кнопка аламын, мен қойып қоясың мына жерге. Сол үшін YouTube арнаға тіркеліңдер, видеоға лайк басыңдар. Және достар, видеоның соңында сіздерге арналған сыйлығымыз бар. Дәл осы қару киберклубына келсеңіздер, Leo KZ промокодын айтсаңыздар, және менің YouTube арнамаға тіркелгенін көрсетсеңіздер, қару инстаграмына тіркелгенін көрсетсеңіздер, жаңадан келген ойыншыларға 2000 теңге балансқа салып береді, және бағана айтқан мейджор жайындағы сұраққа міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Leo KZ келесі видеода кездескенше.